Сорлы басым-ай, бір қыздың етегін көтерем деп сорлап қалдым-ау. Бұл көршінің подъезде тұратын жігіттің айтқаны. Темекі тартып көлігімді шұқылап тұрған маған сәлем бере салып осылай деді. Не болды деп үлгермедім, әңгімені асығыс-үсігіс өзі бастап кетті. Квартирант қызбен төсектес болдым. Қазір заман қиын, ақша табу оңай емес. Бір айлыққа қараған күн құрысын. Мына пәтерді кредитке алғалы бері кредиттің төлеу қиынға соқты. Ақыры әйеліміз екеуміз ақылдасып, бос тұрған бір бөлмеге бір-екі квартирант қыз алмақ болдық. Ондағымыз табатын табысымыз кредитке кетсе де қыздардың берген ақшасын шай пұлымызға жететін шығар деген үміт еді. Алғашында жас отбасын алсақ па деп ойлап едік, бірақ олардың келер-кетер қонағы, ертең бөпесі болады. Үйіміздің опыр-топырын шығарады деп ойлай келе бір бөлмеге екі қыз алдық. Бар пәле содан басталды. Екі қыздың бірі байдан шыққан жас келіншек еді. Бір сыдырғы түрі, сымбаты болған соң кейде көзіміз түйісіп қалып жүрді. Оған да сол керек пе, әйелімнің көзін ала бере маған ішіп-жеп қарайды. Бір түрлі екен. Кейде әйел үйде болмай, мен жалғыз қалсам шай қойып мені бірге шай ішуге шақырып жүрді. Қазақтың тана көзін сүзбесе бұқа жібін үзбейді дегені рас екен. Өзі сүйкеніп өліп жүрген келіншекті үйде ешкім жоқ кезде қолынан тартып өзіме икемдеп едім, қойныма кіріп кетті. Ары қарай түсінікті ғой енді. Еркек емеспін бе? Содан бастап үйде оңаша қалсақ квартирант келіншекпен құшағыма айқасып кетіп жүрді. Мұның соңы басыма пәле болып жабысарын білсемші. Бірде жалаңаш құшақтасып жатқанымды ұялы телефоныма түсіріп алып едім. Ыстық құшақта елтіп жатып өшіруді ұмытып кетіппін. Содан кешке әйелім бір жерге хабарласайын деп телефоным сұрап алды. Теледидар көріп кішкене қызымды құшақтап жатқан едім. Әйелімнің жан дауысы шықты. Жүгіріп барғанмын. Әйелім еңіреп тұр. Қолында менің телефоным. Мынау не деді. Сонда барып суретті өшірмегенім есіме түсті. Телефонды жұлып алып еденге бір ұрып тас талқан шығардым. Басқа жол жоқ. Ана суреттегі біздің төсек құшақтап жатқан квартирант қыз ғой, деп әйелім тапа-тап берді. Ей, қайдағы? Мен дұрыстап қарадың ба? Интернеттен көшіріп алған сурет қой деп мен айғайға бастым. Басқа амал қалмады. Дәл сенсің, сені танымай не болды? Ақ төсегімді арамдадың, кет үйден. Ана жезөкшемен бірге тұр, оны да құртамын деп әйелім айқайға басып жатыр. Ақыры үйден шығып кеттім. 2-3 күн әйелімнің ашуы басылсын деп достардың үйіне қонып жүріп, қайтып келсем әйелім үйге кіргізер емес. Не істеймін, басым қатты. Квартирантпен төсектес болам деп сорлап қалдым. Мұңын айтып зарланып тұрған көрші жігітке ештеңе айта алмадым. Не деймін? Нәпсіңе ие бол алмаған өзіңнен гөрі дегім келген. Бірақ айтпадым, өйткені осыдан бірер жыл бұрын біз жұмысқа кеткенде баламды қарап жүрген қызды көңілдес етіп алдым деп бір өсіп еді. Ендігісі мынау. Не айтуға болады, білмедім.